любой комментарий 300 Blackcoin ұтып алады. Оның шарттары осы видеоның астына коммент жазу и және де осы видеоға лайк басу. Болды, сен осы конкурсқа қатысың. Ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Қазір осы BMW X5 сатайын деп жатырмын. Осы через обменмен осы фамамдағы бір бала алам деді. Ол яғни Алик Уолкерс деген бала, доплачиваем игрок. И бұл жерге мен 1.800.000 жаздым. Ол бала 1.800.000 арзанға алып кетті. Бұл да Comfort Plus, барлығы бар ғой, Бұл да жақсы машина. Бұны сатып жатқан себебім фамада вообще слот жоқ қой, Плюс 1.800.000. И және де оның қолын алып қоямыз. Арзамастағы домымды сатайын дедім, и оны 400.000 саттым, и оны ақыл деген бала алды. Плюс 400.000 теңге. Қазір осындай Porsche алайын деп жатырмын, 4 есікті, пробегі 3411, сабвуфер жоқ, прошивка Sport Drift и Comfort Plus, и мынандай 666 деген блатной номерный знагымен бер жатыр. Енді бұны подтвердить деп басамызда, и менің қолымда минус 8.100.000. Қазір маған ақыл деген досым, яғни Зазбен и F90 еще ол маған доплачиваем бер деді, и сол жерге мен 8 миллион деп жаздым. Қараңыздар, Зазбен обмен жасадым, ол F90 мен и маған 8 миллион теңге берді ғой, Қазір бұда 8.499.850 теңге бер деді, и мен обменді бастым. И ол маған, бұл саған подарок, саған бермегенде кімге берем деді, и маған осылай берді ғой, Қазір F90 фамаға қосамыз, и ақшасына машина аламыз. И ешқашанда қолын алуды ұмытпаймыз. Қазір машина шығаратын жерге келдік. Қазір жаңа берген F90 шығаратын боламыз, Бұны загрузить парковка. И ебать, белый цветти, астына подвеска. Что оно, ебать, түрде әдемі. Қазір жүгіріп келатыр, и қазір меню, и турбо, и осы жақта спорт, и комфорт плюс бар екен. И енді освещение, стробосковый, фары, дальний свет. Барлығы бар, жақсы машина. Тағы да осындай гелик берді маған ақыл деген бала, бірақ 17 лямға. Ол 17 лямды маған ақыл деген бала берген, яғни тегін берді ғой. Қазір кейспам ашатын боламыз. Қазір нет деп басамыз, и бұл жақты XP-ге қойып қоямыз. Өйткені маған 18 левел керек, подтвердить, и маған ебать 12 XP түсіп кетті. Қазір чатқа /mm деп жазамыз, и біздің статистикамызды көреміз. Біздің статистика 17 левел. Қазір reward деп жазып, и жаңағы 12 XP-ді алатын боламыз. Да, и енді тағы да чатқа mm дейміз да, и менің статистикамды көреміз, и бізде 18 левел ғой. Қазір автопарктарды шығарып осындай фараларын, стробосковыйларды жағып қойдым. Бұдан бөлек тағы да арбузчик и 2 спиди яхта бар. 18 левел болған соң бәрібір X2-де жұмыс жасайсың ғой, Барлығын, сатып осындай видеолар түсіріп қойғам. Қазір бұл 5x сатыр, тез-тезден өздеріңізде көріп тұрсыздар. Жаңағына мені Батырова ОПГ қабылдады, яғни собеседованием. Енді формамыз киіп, материал бар, фамада соны ПТ-ға ауыстыратын боламыз. Міне формамызда келді. Тағы да водолаз жұмысы. Батыр босс деген менің подписчигім екен, бірақ ол старший модератор, админ. Мен осылай ТП жасатып жүр. Қазір казикке де ТП жасатады, и мен уже казиктің үстінемін. МЧС-тан казиктің үстіне 1 секунда жеттім, Бұл рекорд ешкім қойамаған. Енді қазір бұл админ, кетіп қалды. Яғни подписчигімде болады, и осылай түсіп жерге қонамыз ғой. Қазір Blackbass'ın заданиясын орындаған кезде маған ежен скесп берген, и оның ішінен маған 5 Blackcoin түсті. Маған жаңағы подписчигім, яғни администратор, и маған скин берем деді. Қазір көреміз қандай скин беретінін. Ебать, рыногы нормальный скин берді, и бұны қазір өзімізге тағып алатын боламыз. И оның рукасында алуды ұмытпаймыз. Жаңағына менеджер келген, и содан крупа сұрап алып, и сондай крупаға кіріп алған соң и рынокқа келіп, и осындай широкта 825 мыңға сатып жібердім. Осымен видео аяқталды. Видеоны алса лайк и коммент жазуды ұмытпа. Коммент арқылы мен конкурстың жауабын анықтайтын боламын. Конкурстың жауабы менің телеграм каналымда болады. Сол үшін описаниеде тұрған менің телеграм каналыма тіркелуді ұмытпа.